Ұлттық арнада таң шолпан, қымбатты көрермендер, бүгінгі күн сәрсенбі, қазан айының 5-ші жұлдызы. Бүгінге жоспарлаған барлық жұмыстарыңыз сәтімен аяқталсын деп өздеріңізге тілек айта отырып, біз қонақжай студиямыздың әдемі қонағын шақырайық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаева құрбым бүгін бізде қонақта. Сәлем, Алтынай. Сәлем. Өзіңді көргеніме қуаныштымын сәрсенбінің сәтінде. Олай болса әңгімемізді студияда жалғастырайық, жоғары шық. Көңіл күйін қалай, ұйқы қанды ма? Негізі ұйқы қашан қанушы еді. Бірақ ерте тұрғанмын мен, сағат 6-та тұрамын. Балалар сабаққа барады себе? Мектепке барады, олар жиналып жібереміз. Таң сағат қаншада басталады? 6. Мысалы, менде сағат 5-те басталады. Менде 5:30-6-та. Болады, егер кеш жатсақ, мысалы 4-те, 5-те жатсақ, 8-9, тіпті 12-ге кетіп қаламыз. Алтынай, бір сенің соңғы жаңалығың Астанаға қоныс аудардың. Қалай? Үйреніп жатырсың ба? Суығы басталды. Негізі осы Астана болғалы келген кезде кәдімгідей қорқып, ой, мына жаққа мен көшіп келе алмайым шығар деп, сондай ой болатын. Ұзақ ойланып жүрдің ғой? Жоқ, бірақ енді Астанаға көп келіп кетті ғой одан кейін. Концерттер, шаралар көп болды. Содан кейін бір жағынан өзімізге де үйреніп кеттік. Оның үстіне биыл біз келген жылы қыста бізге жайлы болды өте. Сол балаларды үйреніп қалды. Оның үшін мен енді балалар үшін кішкене алаңдап едім. Олар үйрене салмайтын шығар, мүмкін жазда қайттан кетеміз деп айтатын шығар деген жоқ. Сол мектептерін ұнатып. Ең бастысы, енді бізде оңтүстік жақтан Астанаға қоныс аударып жатқан кісілер көп. Оның ішінде өнер адамдары, өзің бастаған, меніңше жылуларыңды алып келдіңдер ма? Астананың енді суығы қайтып жатыр беті. Ол рас қой. Енді өзіңнің осы өнерде қандай жаңалықтарың болып жатыр? Енді өнерде кішкене денсаулығыма байланысты бір жылдай сахнадан кішкене алыстап қалған болатын. Қазір енді жаңа әндер жазып жатырмыз, дуэттер жазып жатыр. Талғат екеумізде біраз репертуарымызда 2-3 қана ән болатын, көбейтіп жатырмыз, және екеуміз қосылып бүкіл Қазақстанымыздың қалалары болсын, аудандары болсын, концерт қойғалы жатырмыз бұйыртса. Гастролик сапары дейсің ғой алда. Енді былай қарап отырсаңыз, кейде бір той-томалаққа барып қаласың, басқа да концерттермен барған кезде халықтар көп сұрап жатады. Соның бәрін енді кейде комментарий жазып жатады, сіздер уәде бердіңіз, келмей жатсыз ғой деген сияқты. Соның бәрін қолға алып жатырмыз. Бейнебаян Арай тобымен кішкене жазда түсіреміз деп тоқтатып қойған едік. Соны бұйыртса осы қазан айының аяғына таман. Және тағы бір айта кететін, мен машинаға отырсам, үнемі өзің және Қытайдағы қандасымыздың Дариғай деген ән жиі береді радиоларда. Мен сол әнді тыңдасам, денем бір ерекше тітіркенеді. Сол әннің қасиеті неде? Ол халық әні ма? Ол әнді кім таңдады? Жоқ, және де оның жасаған аранжировкасы да ерекше. Сол Қытайдағы үлкен оркестрмен жаздыңдар, иә? Бұл енді Арай Дарханның өзінің әні шығарған. Ол өзі туған жерге деген сағыныш сезіліп соның бәрі өзі сезіледі. Өйткені жаңағы екеуміз дуэт орындаймыз деген кезде қандай ән орындағанымыз дұрыс деп өз ұсыныс жасады. Сонда мен айттым, енді өзің қара, дауыс көрсетесің болу керек, одан кейін кішкене қазақылау болу керек деп солай өзім талабым солай болды. Талабым солай болды. Одан кейін өзінің ол енді Пекинде тұратын болғандықтан, сол жердің ең үлкен студиясында оркестрмен бәрін жасады. Енді өзім шыны керек, мен енді оны сол жұмыс барысында маған видеоларын жіберіп отырды ғой. Сол кезде деген қатты күттім негіз бұл әнді. Сол себепті шығар, ол өзінің дауысын басқа жақта жазды. Мен Астанада жазатын болдым, содан минусы беріп үлгермеді. Сол уақытта мен Шымкентке ұшып бардым, енді Шымкентке жібер деп
өзінің бір қиындықтары болды дейсің ғой. Иә, содан ННБ тобының жаңа студиясына барып, мен даусымды бөлек жаздым. Сонымен ән мен әншіге міне тақалғанда алып келді. Сондай бір өзі бір бас қатты аяқ тәтті деген осыдан шығады. Сондай бір керемет болды. Керемет ән шықты шынымен. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, өзіңе сұрағын қоямын деген, тілегін айтам деген. Сіз желідесіз, қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Гүлнар Оразымбетова және Алтынай Жорабаева. Алтынай Жорабаева, Гүлнар апай, сіздерді негізі өте жақсы көремін, сіздерді де жақсы тыңдаймын. Бірақ енді Алтынай апай келіп отырғасын, Алтынай апай, мен сіздің әніңіз бар ғой, ұл өсірдім сендерге қарап, қыз өсірдім бұрымын тарап, аман есе жүрсе болғаны, бет түзетсе құбылам болып айтатын әніңіз жүректі алады. Ол ән жүректен шығады. Және сіз алда уақытта қандай жоспарыңыз бар деген сұрақ қойғым келеді. Ал сізге тілегімді айтып кетсем, сіздің қазір моншақтыларыңыз бар ғой, алда уақытта 10 шақты ұлдарыңыз болсын деген келеді. Сіздердің тамырларыңыз тереңдеп, бұтақтарыңыз жайылып, жемістеріңіз көбейсін. Алланың назарында бақыттың базарында болыңыз. Мен есімім Гүлдария, Алтынай Жорабаева. Мен сізді сүйіп тыңдаймын және сізден үлгі алам деп айтқым келеді. Сізге көп рахмет. Рахмет. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып, аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Шынымен де әдемі ән. Бұл әннің мен атында білем, әннің аты Перзент парызы. Енді осы ән халыққа өте танымал, және де тағы бір мен енді өзімнің өнерде жүрген достарым, құрбыларымның репертуарының бәрін жатқа білем деп айтуға болады. Және де сенің репертуарындағы тағы бір жаңалық, жақында біздің ұлттық арнаның ұйымдастыруымен Ұлы дала баласы деген үлкен проект болды, реалити шоу. Соның Төреғали Төрәлінің Астана қаласында өткен гала концертінде бір керемет ән орындадың, бірақ ол ән Төреғалидің репертуарынан болды. Ерекше ән болды. Өмір деген, е? Сол ән туралы айтып берсең, жүрегіңе бірден қона кеткен ән сияқты. Негізінде осы Төреәлі аға жаңағы сол концертке мен уақытым бар ма жоқ па кішкене бірінші сұрады. Жарайды, мен енді қатысам, ол күні боспын деп. Содан әндерді таңдасын деп жаңағыда админдер хабарласып, екі ән берген. Содан мен енді ойладым, кім қандай ән айтады екен, өмір өзен болмаса Перзент парызы деді өзін. Онда мен де бір мүмкін анашым ба, сол әнді таңдаймын, соны дайындалып жүргем. Сөйтіп студияға бар жатқан болатын. Репертуарын қарай салайыншы деп ВК-ға кіріп, сол кезде сол аранжировканың бас жағы, мен оны өмір ән екен түсінген жоқпын. Басқа бір стилі басқаша болған кейін, өте бір қызған екен деп, соны тыңдап отырдым да, көлігімде отырында қалдым. Өйткені менің көзіме жас кетті. Ана әннің сөздері мені бір жүрегімді тебірентіп жіберді. Сол кезде мен студияға бар жатқам негізі анашымның дауысын жазуға. Содан тез Айгерімге хабарласып айттым, Айгерім, білмеймін, мен анашымды емес, мүмкін мына өмірді айтатын шығармын, мүмкін соны тез арада соның жаңағы аранжировкасын жіберіңдер. Мен жеткенше әнін үйреніп барайын деп үйреніп бардым. Содан Лұқпан ағаның студиясында дауысты жаздық. Дауысты жазғанда шыны керек, ана сөзінің бәрі менің жүрегіме қатты бір сондай сезімді бір оятты ма, бір соңында керек десеңіз даусым дірілдеп, жылап қалдым. Содан отырып қалдым, Нұрпейіс жазып жатқан даусымды үндемей шығып кетті ол. Содан өзімді жеке қалдырып кеткен кейін шын қатты бір өксік қысып, сондай бір өксіп тұрып жыладым да. Білмеймін, не себеп екен, жаңағыда әркімнің басында қиындық сәттер болады ғой. Сонымен саған мойымай, сағым сынбаса екен, шынында да мысалға халықтың алдында жүргеннен кейін Алла тағала абыройымыздан айырмаса екен деп үнемі соны тілейміз. Сондай бір өзім сондай бір көңіл күйде болдым ба, мүмкін тіпті концерт барысында да, сондай концерттің аяғында да мен өзімді ұстай алмай қалдым. Осы орайда енді бізді тыңдап отырған көрермендер бұл қандай ән екен деп естеріне түспей отырған болса керек, сол әннің бір қайырмасының бір шумағын айтып берсең, өмір айдың. Менің жылағым келіп отыр, сені әнді бастамай жат. Ай, сен мен қазір бірақ сөзін шадаспасам не істейсің? Айтып берші.
Өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сының жаны да. Осылай жалғаса береді. Ең соңғы қатарында ең басы адамның жүрегінен иман кетпес екен деп аяқталады. Тал бесіктен жер бесікке дейін деген. Ең бастысы біз қандай ән орындасақ та, жүректен шыққан ән бізді тыңдап отырған қаншама біздің тыңдармандарымыздың жүрегіне жеткені, ол біздің еңбегіміздің жемісі. Енді Алтынай бізді көріп отырған көрермендерге таңғы тілегіңді айтып, бір әдемі көңіл көтеретін ән орындап берсең. Мынау енді биыл ала берсе біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы, үлкен той, ол 25 жыл аз деп те айтуға болады, көп деп те айтуға болады. Соның 25 жылдың ішінде біздің мынау елордамыздың көркейіп, өсіп өнуі әрине осы біздің елбасымыздың біздің соншама ұлтты басын біріктіріп, айранды үйтіп отырған арқасы әрине тәуелсіздігіміз маңдайымызға мәңгілікке бұйырып, елімізде тыныштық болса екен, аспанымыз ашық болсын, пәле-жаладан сақтасын, әрбір отбасына бақ береке, ырыс қонсын. Айтқан келсін. Тілегіңді аяқтауға бізге мүмкіндік бермей жатыр, себебі саған сұрақ қойып өзің тілегін айтам деген көрермен желіде, олай болса қабылдайық. Қайырлы таң, сіз желдес. Біз сіз тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Алло, сәлематсыз ба? Қайырлы таң. Таңшолған бағдарламасы. Гүлнұр Оразымбетова. Бүгін Алтынай Жорабаевны көріп отырмын, өте қуаныштымын. Жаңа сіз айтқандай Төреғали Төрәлінің концертінде өзім қатысқанмын, бар әдейі. Алтынайдың Жорабаеваның өлеңі керемет болды. Толқып айтқанына дейін өзім куә болдым. Көп рахмет, семьясына табыс тілеймін, бақытты болсын, төрт отбасының қызығын көрсін. Тек қана алға деймін Алтынайға. Әмин. Әрқашан да осылай рахмет, көп рахмет. Екеуміз жарқырап көріне беріңіздер. Рахмет. Сізге көп рахмет хабарласқаныңызға, өзіңіздің тілегіңізді айтқаныңызға. Бүгін мен осы студияда Алтынайдың өнердегі құрбысы ретінде және де Алтынайдан сұхбат алуға мүмкіндік алып отырғанына сондай бір өзімді бақытты сезініп отырмын. Олай болса кезекті біз Алтынайға берейік. Алтынай, бізге әдемі әніңді орындасаң, қандай ән орындайсың? Өзімнің бауырым, өнердегінім Ерлан Орынбасаровтың «Жаным ойла» әні. Олай болса сіздердің назарларыңызға Алтынайдың орындауында әдемі ән қабыл алыңыздар. Рахмет. Сағыныш солқылдады, ұмытпай сол күндерді.
рахмет, бізді көріп отырған қаншама көрермендердің көңіл күйін бір көтеріп тастадың Алтынай. Көптен көп рахмет айтамын саған. Ал қазір қымбатты көрермендер, сіздердің көңіліңізден Алтынайдың керемет әні шықты деген ойдаймыз. Олай болса, келесі бейне үзікке біз кезек береміз. Бізден алыстамаңыздар. Эстрадалық әнге